الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلبنا بنور حبيبك المصطفى وجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамаат, бүгінгі жұмаға келген қадамдарыңызға Алла Тағала сауаптан жазсын және күнәларыңызды кешірсін, дәрежелеріңізді өсірсін. Енді ақында туған анадан, жақсыда туған анадан демекші, бүгінгі тақырыбымыз дініміздегі ата-ананың және ата-анамыздың қасында жүрген туыс туғандарымыздың діндегі орны жайлы болмақ. Жалпы адам баласы бәрібір анадан туады. Сол ата-анасы себепкер болу арқылы дүниеге келеді. Солардың өсіріп тәрбиесіменен ел қатарына қосылады. Енді қасиетті Құран кәрімде وَعْبُدُوا اللَّهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا тағы бір аятта وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا тағы бір аятта وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا тағы бір аятта وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Көптеген аяттар келді. Алла Тағала серік қоспаңдар және Алла Тағалаға бойсұныңдар және құлшылық қылыңдар және ата-аналарыңа жақсы қарым-қатынас жасаңдар деген аяттар келді. Бұл аяттардың қайталанып келуі, мағыналас келулерінің себебі бұл ата-ананың құрметінің өте жоғары екендігі білдіреді. Бірде Абдулла бин Масуд радиаллаху анху бір кісі келеді. Мен бір әйелге сөз салған едім, бірақ ол сөзімді босқа жіберді дейді. Маған үйленбейтін болды. Менен кейін тағы бір кісі барып сөз салып еді, оны жақсы көрді, үйленді дейді. Соған үйленемін деп шешім қабылдады. Қызғаныштан ол қызды өлтіруге шекім бардым, солай өлтіріп тастадым дейді. Енді маған қандай бір тәубе ету керек? Қандай не істеу керек? Мен үшін бір тәубе бар ма? Деген кезде Абдулла бин Масуд радиаллаху анху сенің анаң тірі ма деп сұрады. Анаң тірі ма деп сұрады. Жоқ, ол бұл өмірде жоқ деді. Содан кейін онда тәубе ет және Алла Тағалаға жақындайтын қандай бір іс-амал болсын жаса деді. Содан ата деген кісі Абдулла бин Масудқа келіп сұрайды: сіз қандай бір тәубе ету жолдарын көрсетші деп едіңіз, не үшін ата-анасының тірі екендігін сұрадыңыз дейді. Анасының тірі екендігін не үшін сұрадыңыз? Оның не қажеті бар? Онысы да жауап Алла Тағалаға тәубе ету және Алла Тағалаға жақындайтын барлық амалдарды жасау осы емес пе деген кезде Абдулла бин Масуд айтты: жоқ деді, мен Құраннан және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен қарағанда Алла Тағалаға ең жақындайтын нәрселердің бірі, ең қасиетті болған істердің бірі ол ата-анаға жақсылық жасау екендігін білемін, одан артық еш нәрсе білмедім дейді. Міне сол үшін мен оның ата-анасының тірі екендігін сұраған едім дейді. Ол ата-ананың қадірі Абдулла бин Масудтан жеткен тағы бір риуаятта айтады. Қасиетті Құран кәрімде 3 маңызды істі айтты. Үшеуін 3 түрлі нәрсемен байлағанын көрдім дейді. Үшеуін 3 түрлі нәрсемен байлағанын. Біреу орындалса, екіншісі орындалмайтын болса, бірінші орындағанның ешқандай бір пайдасы жоқ дейді. Ол болатын болса, Алла Тағалаға
бой ұсыныңдар және оның елшісіне бой ұсыныңдар. Яғни кім Алла Тағаланы жақсы көріп, соны Раббым, Құдайым деп сеніп, істегеннің барлығын істеп, қазір Құран дегенде шықты ғой. Тек қана Құранға сүйенем, соңғы елші пайғамбардың хадистерінен үкім алмаймын дегендер. Міне сол секілді тек қана Алла Тағаланың түсірген аяттарына гене сенемін, соған гене амал жасаймын, ал пайғамбардың хадисіне оған көңіл бөлмеймін дегендер. Міне осы кісілер дейді, Алла Тағаланың әміріне, Құранға бойсұнуларынан ешқандай бір пайдасы жоқ деді. Пайдасы жоқ. Өйткені екеуі бір-бірімен байланысты нәрсе. Екіншісі дейді, уақимус салаты уәтіз заката. Намаздарыңды оқыңдар, зекеттеріңді беріңдер. Бұл екеуі де бір-бірімен тығыз байланысты. Ал үшінші дейді, анишкур ли вали валидейка. Маған шүкіршілік қылыңдар және сендерді өсіріп жетілдірген ата-аналарыңа шүкіршілік қылыңдар деді. Міне кім ата-анасына жақсылық жасады, барлық қызметтерін қылды, бірақ Алла Тағаланы мойындамайтын болса, Алла Тағалаға шүкіршілік қылмайтын болса, бәрі селге кеткені. Сол секілді ата-анасына қарсы тұрды, бірақ Аллаға деген шүкіршілігі молшылық, жасаған жақсылықтары көпшілік, бірақ ата-анаға қарсы шыққан үшін, ата-анаға жақсылық болмағандығы үшін оның да бір ешқандай пайдасы болмақ. Сондықтан Алла Тағалаға қасиетті Құран кәрімде бірінші Алла Тағалаға бой ұсыныңдар, Алла Тағалаға серік қоспаңдар, Алла Тағалаға құлшылық қылыңдар. Одан кейінге келтірген нәрсе ол ата-анаға жақсылық жасаңдар деді. Ата-анаға жақсылық жасаңдар деді. Бұл өте маңызды болмақ. Қасиетті Құран кәрімде айтады: "Құл таалу атлу ма харрама раббукум алейкум алла тушрику бихи шай'ан ва бил валидейни ихсана." Келіңдер, Алла Тағаланың сендерге не нәрсені жазғандығын оқылық. Алла Тағалаға серік қоспаңдар және ата-аналарыңа құрмет көрсетіңдер. Барлық жақсылықтарды істеңдер деді. Міне ата-анамыз бұл дүниеде болатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: кімнің ата-анасының біреу болмаса екеуі де дүниеде бола тұра, жаннатқа кіре алмай қалған кісінің тұмсығымен жер сүзсін деген, тұмсығымен жер сүзсін, тұмсығымен жер сүзсін деп 3 рет қайталаған хадисі бар. Сондықтан ата-ана құрметі өте жоғары болмақ. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір сахаба келеді: "Я Расулулла, ең жақсы амал қандай?" деген кезде, Алла Тағалаға серік қоспау және оған құлшылық ету деді. Одан кейін деп еді, одан кейін ата-анаға жақсылық жасау деді. Одан кейін деп еді, одан кейін Алла жолында соғысқа бару деді. Міне бұл аяттан көретін болсақ, ата-анаға жақсылық жасау соғыстан алдын тұрмақ. Яғни парыз деген екіге бөлінеді. Парыз айын, парыз кифая деген. Парыз айын дегеніміз жеке бастың өзіне тікелей парыз болған нәрселер. Намаз, зекет деген сияқты нәрселер, ораза деген нәрселер. Ал кифая дегеніміз жаназа намазы секілді. Яғни оны мұсылмандардың бір бөлігі орындайтын болса, қалғандардың мойнынан түседі. Ал парыз айынан ондай емес, әркім өзі орындау керек. Міне ата-анаға құрмет көрсету, ата-анаға жақсылық жасау осы парыз айының қатарында болмақ. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға тағы да бір сахаба келеді: "Я Расулулла, мен Алла жолында хижрет қылайыншы. Бірақ осы нәрсені мен ата-анама айтып едім, ата-анам жылап қалды" дейді. Мұсылмандар Мекке қаласына сонша қиыншылық көргендігі соншалық, яғни Мәдина қаласына барып тыныштық тапқылары келді. Және Мәдина қаласына хижрет етудің сауаптарын, оған деген Алла Тағаланың рахметтерін, мейірімдерін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естіп жүрді.
Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрады: "Я Расулалла, мен хижрет етейінші, Алла жолында қоныс аударайыншы, бірақ осыны ата-анам айтсам, ата-анам жылады" деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Егер ата-анаңды қалай жылатқан болсаң, онда ата-анаңды солай күлдір, қуант" дейді. Бұл нәрседен не шығады? Ата-анаң тірі болатын болса, сенің хижрет етуіңе қарсы болатын болса, онда сен ата-анаңа жақсылық жаса, ата-анаңа мейіріміңді төк дейді. Бірде Абу Хурайра радиаллаху анху өзінің анасының әлі исламды қабылдамай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға соншалықты қатты сөз айтқандарын жүрегіне батып жүреді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келеді: "Я Расулалла, менің анам әлі исламды қабылдаған, былай тұрсын, сізге тіл тигізумен аты шығып бара жатыр. Бір дұға қылыңызшы" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайраның анасына тура жол бер деп не істеді, дұға жасады. Осы бір дұғадан кейін бір жүрегінде бір қуаныш оянғандай болып, өзінің ата-анасының үйіне қарай бет алып бара жатса, анасының үйіне қарай бет алып бара жатса, үйдің ішінен сылдырлаған судың дыбысы шықты. Анасының дауысы шықты: "Ей Абу Хурайра, келген жеріңде тұр" деді. Келген жеріңде тұр деді. Сонда ол кісі қатып тұрып қалды, жуынып, әдемі киімдерін киіп, үйден шықты да: "Ей Абу Хурайра, мен исламды қабылдадым" деді. "Мен исламды қабылдадым" деді. Яғни ата-анамыз басқа дінде болсын, дінде бола тұра басқа ой, пікірде болсын, басқа сіздің істеген намазыңыз, зекетіңіз, құлшылығыңыз оның бәрін құптамасын. Не істейсің? Мешітке барып, оданша іліміңді оқы, біліміңді оқы, дамы, заман деген артқа қалып бара жатыр, мұсылмандар дегендей болатын болса, сонда да жақсылығыңды тоқтатпа. Өйткені қасиетті Құранның кәрімде айтады: "Егер ата-аналарының бірі болмаса екеуі саған Алла Тағалаға серік қосудан жаманшылық жасауға болатын болса, не істеме" дейді. Оларға жақсылық жасама деген жоқ. Оларға итағат етпе. Яғни олардың діннен шық, намаз оқыма, зекет берме, жақсылық жасама, мешітке барма дегендеріне, сөздеріне қарсы шығып, сіз Алла Тағаланың несіне қарсы шығасыз ба демеңіз дейді. Бәлкім оларға жақсылық жасаңыз, бірақ айтқан сөзіне тіл алмаңыз дейді. Тіл алмаңыз дейді. Қай бір ата-анадан сұрайтын болсақ, сіздің бұл дүниедегі ең үлкен арманыңыз не десе, бала шағамның есейіп ер жетіп ел қатарына қосылуы. Солардың жамандығын көрмей, солардың алдында кессем бол, сол менің үлкен мақсатым, сол үлкен менің арманым дейді. Ана баламның табанына кірген тікен менің маңдайыма кірсін деп, соншалықты сіз қуансаңыз, төбесі көкке жеткендей қуанады. Сіз жабырқасаңыз, көктен жерге құлағандай қайғырады. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген қисса бар еді. Соның бірі, өзінің әдетінде бала шағасына тамақтандырмай тұрып, ең алдымен ата-анасына қатты қарым-қатынас жасап, соларды тамақтандыратын еді. Соларға жақсы қарайтын еді. Содан кейін кешқұрым келсе, ата-анасы баласына ешкімізді сауып, сүтін пісіріп алып келші деді. Осы кезде барды да ешкісін сауып, пісіріп, ата-анасына әкелсе, ата-анасы әлде қайда ұйқыға кеткен. Ал жас балдары, сәбилері әкесінің аяғына жармасып, жаңағы сүттен дәметіп тұр. Олардың жылаулары қарындары ашуда еді. Ода неше түрлі ойлар болды. Бірақ өзінің әдетін, өзінің ата-анаға деген құрметін тастап қоя салған жоқ.
бәлкім мен ата-анамның қасын оятатын болсам, оларды мазалап қоямын ба? Ал мен кетіп қалсам, олар оянып сөз сұрай ма деген ойменен қастарында тұр дейді. Я Раббым, мен осыны өзің ризалығың үшін істеген болсам, бізді бұл қиыншылықтан құтқара көр деді. Міне не істеді? Қиыншылықтан құтылды. Қиыншылықтан құтылды. Сондықтан ата-анамызға жасаған жақсылығымыз ешқашан бекершілік болмайды. Ешқашан жаманшылық болмайды. Оны ақылды адамның барлығы біледі. Ақылды адамның барлығы біледі. Осында отырғанның барлығыңыз ақылдысыздар. Естеріңіз бар. Енді өздеріңізге сұрақ. Қандай нәрсеменен жақсылық жасап жассыздар? Қандай іс-әрекеттеріңізбен ата-аналарыңызды қуантып жассыздар? Бірде мынау Өзбекстанда болған кісі, мешітте бір имам болған кісі, өзінің анасы, әкесі сәл алжып қалған, есі ауысып қалған кісі болады. Өзінің жаман бір мәшинесі, сонымен әрбір күні жұмыстан келетін болса, әкесін қасына отырғызып алып, көшені бір айланып келеді екен. Көшені бір айланып келеді. Қиыншылық болды, мәшинесін сатты. Содан кешкісін үйіне келсе, әкесі айтып тұр дейді. Балам, мені бір айландырып келші тағы да деп. Отырғызайын десе, көлігі жоқ. Содан кейін бұл қол арбаны алды да, әке отыр деді да, сонымен мәшиненің дауысын салып, көшені бір айланып келді дейді. Сонда балам қолыңыз жай деп айтты. Күнде дұға қылмайтын әкесі, балам қолыңыз жай, сен патшаның алдында жүретін бол деп дұға қылды. Бір үлкен жиналыс болды. Сол кезде саханаға шығып бара жатсам, менің артымда өзіміздің басшымыз артында келе жатыр дейді. Әкемнің қылған дұғасы есіме түсіп, қатты бір жыладым деді. Қатты бір жыладым деді. Міне, бұл ата-ананың балаға деген мейірімі, ол бөлек, ерекше. Оны тілмен де жеткізе алмаймыз. Қанша ақындар, жыраулар өздерінің тілдеріне тиек етіп, қаншама өлеңдер шығарды, қаншама әңгімелер жазып кетті. Сонда да ата-ананың мейірімі түк емес. Ал баланың борышы сол ата-анаға жақсы қарым-қатынас жасау. Бірде бір кісі ата-анасын, әкесін көтеріп алып, анасын көтеріп алып, Кағбаны тауаф қылып жүріп, содан келіп сұраған екен: мен осы ісін менен анамның борышынан құтылдым ба деді. Сол кезде сен мына бір жеті рет арқаңа көтеріп айланғаның менен анаңның неде бір жұтым сүтінің де ақысын өтей алмайтын дейді. Қазақта айтады, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің. Енді ата-анамыз бұл дүниеден өтіп жататын болса, бұл дүниеде болмай жататын болса, олар үшін көп дұға қылуымыз керек. Қасиетті Құран кәрімде бұл дұға қалай жасалу керек екендігін үйретіп қойды. Раббирхамхума кама раббаяна сағира. Мені кішкентай кезімде қалай мәпелеп өсірген болса, мені ата-анамды солай өзің мейірімің ал деп дұға қыл дейді. Бірде Абдулла бин Динар, соғыс айтады, Абдулла бин Динар Абдулла бин Омармен бірге келе жатқан кезде Абдулла Мекке қаласына қарай жөнеліп таяқ қалдық дейді. Абдулла бин Омардың астында бір есек бар еді. Ауылдан бір қырарабы шықты. Ауылдың бір қарапайым тұрғыны. Абдулла бин Омар есегінен түсті де, оны есегіне мінгізді. Басында сәлдесі бар еді, оны сәлдені
жаңағы ауылдың тұрғынына кигізді. Сонда Абдулла бин Динар сұрайды: бұл ауылдың адамдары қарапайым болады, аз нәрсеге қанағат етеді, сіз соншалықты не үшін осылай жасадыңыз деген кезде, бұның әкесі деді, бұның әкесі Омар бин Хаттабқа жақсылығы ерекше еді, уәдесінде тұратын адам еді. Яғни ата-анаңыз бұл дүниеде болмаса, қазақтар не дейді? Әкең дүниеден өтсе де, әкеңнің көзі көрген дүниеден өтпесін дейді. Ешқандай әке өзінің баласына: балам, мені халыққа жасаған мынандай жақсылығым бар, халыққа жасаған мынандай еңбегім бар, жақсылығым бар деп ешқашан баласына мақтанып тұрып тізбектеп айтып бермейді. Оны сол әкесін көріп жүрген достарынан, сол ауылдың тұрғындарынан естіп жатасыз: ей балақай, кім баласың десе, бәленшенің баласымын десе, сенің әкең осындай жақсылығы бар еді, мынандай ерлігі бар екен деген сияқты айтып береді. Міне осыдан болмақ. Енді және туыс туғандардың арасында қарым-қатынас жасауда ол өте маңызды нәрселер. Кім өзінің өмірінің ұзақ болуын қалайтын болса, мал дүниесінің көп болуын қалайтын болса, ертеңгі күні өліп жататын болса, артында әсері қалуын қалайтын болса, онда туыс туғандарыменен қарым-қатынасын жақсарсын деген хадис бар. Өмір кім қанша жасайды, ол тағдырымызға жазылған. Енді бұл жердегі хадис кімнің өмірінің ұзақ болуы деген мағына, кімнің өмірінің берекелі болуы деген мағынаны білдіреді. Берекелі болуын деген мағынаны білдіреді. Және сіздің тапқан мал дүниеңіздің де берекелі болуы сол туыс туғандарменен қарым-қатынас жасауды нығайтуда болмақ. Бұл рахим деген сөзден шығады. Туыс туған деген мағына. Рахим деген сөз бұл Алла Тағаланың аты Рахман, Рахма деген мағынаға сәйкес келеді. Кім туыс туғандардың арасындағы мейірімді кетіретін болса, болмашы дүниеге бола араздасып, ағасы мен бауыры екі жақта жүретін болса, онда оларға деген Алла Тағаланың мейірімі, рахметі алшақ болмақ. Ал кімнің туыс туғандармен арасындағы қарым-қатынасы тығыз болатын болса, жақсы болатын болса, оның Алла Тағаланың мейірімі міне соларға болмақ. Құрметті жамағат, бұл өмір сынақ, бұл өмір өткінші, оны ешкім жоққа шығармайды. Енді сол өмірден, сынақтан Алла Тағалаға жақындататын не нәрсе амал бар? Ол үйіміздегі ата-анамыз. Үйіміздегі ата-анамыз және жан жағындағы туыс туғандар болмақ. Міне осыларға жақсы қарым-қатынас жасасақ, ол Алла Тағаланың мейіріміне ілінетін, бөленетін істердің қатарынан болмақ. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамыздың естіген білгендерімізге амал етуімізді және ата-аналарымызға, туыс туғандарымызға жақсы қарым-қатынас жасауымызды Алла Тағала баршамызға нәсіп қылсын. Және Алла Тағаланың мейірімі, Алла Тағаланың рахметі баршамызға болуды Алла Тағала нәсіп қылсын.